Балалар, бүгін біз зерттеу жұмысын жасаймыз. Зерттеу жұмысында түрлі түсті көпіршік жасап, соны көреміз, соны бақылаймыз. Ол көпіршіктерді неден жасаймыз біз? Оны біз өзіміздің ас үйде бар заттар, қол жетімді заттармен жасаймыз. Бізге не керек қараңдаршы? Мынау не? Жұмыртқа керек екен. Сосын кейін ас содасы керек, бояғыштар керек, және сірке қышқылы керек. Сосын кейін су керек. Ең алдымен зерттеу жұмысымыз бастамас бұрын қауіпсіздік ережесін есімізге түсірейік. Қауіпсіздік ережесі: артық затты аузымызға салмаймыз, қолымызды да салмаймыз, оқыпты төкпей шашпай әдемілеп жасаймыз. Келістік па? Енді бізде сірке суы болғандықтан, біздің сірке суының иісі өте өткір, сол үшін бет пердемізді жауып алайық. Бетімізді бет пердемізбен. Ал бастайық. Бірінші біз жұмыртқаның ағуызын бөліп аламыз. Ағуызын алдық. Сарысы бізге қажет болмайды. Мынау не? Несін алдық біз жұмыртқаны? Сары. Ағуызын алдық, сарысын қолданбаймыз. Өзіме де салып алайын. Жақсы. Енді біз бұған не қосамыз? Ас содасын қосамыз. Хадиша, қасығында ас содасын әдемілеп араластырады. Жұмыртқаның ағымен ас содасын араластыру керек. Ақырын абайлап істеп. Алиға сен алады қасығында. Әдемілеп араластырамыз. Көп араласқанша әдемілеп араластырайық. Қане әкелді көмектесіңіз. Араластырыңды жарайсың. Қане әкелді көшірді. Қасығымызды шетіне алып қояйық, қасығын алып қояйық. Енді, тоқтаңды қараңдар. Енді біз мұнда бізге бояулар салып қойғанбыз, соған абайлап, сірке суын құюымыз керек. Құяп қойамыз, төкпейміз. Енді оның үстіне біз не құямыз? Су, дұрыс айтасың, су құямыз. Енді стаканымызды ақырын ала қойыңдар. Ақырын ала, суларымызды аламыз. Алихан, суыңды ала қой. Ақырын абайлап, төгіп алмаймыз, абайлап. Жұмыртқамыздың үстіне құямыз. Байқа. Құяғы, қорқпа, құяғы. Не шықты? Түрлі түсті біздің неміз шықты? Қолыңды абайлап. Көбігіміз шықты ма? Шықты. Ой, қандай күшті, Сен қандай? Сары, сен Алиха? Жасыл. Біз не шығардық? Түрлі түсті көбіктер, көпіршіктер шығардық. Сендерге бүгінгі зерттеу жұмысымыз ұнады ма? Ұнады, өте қызық, зерттеу жұмысы,